Androidқа арналған кез келген суреттің хабарламаның артын қырғатын қосымшамен таныстырғым келіп отыр. Background erasers деп айтылады. Бұл iOS құрылғыларында да ашылады. Үстінен басамыз. Late photo дегенді басып, өзімізге керекті хабарламамызды таңдап аламыз. Down. Кішкене күте тұрсаңыздар, сіздерге автоматты түрде өзі кейде жүктеп береді. Болмаса, осы жерде out дегенді басып, пипетканы жанына алып барасыздар. Одан кейін астында тұрған ползунокты осылай жылжыту арқылы жазудың астындағы фонды орнына келтіре аласыздар. Кейбір жағдайларда бір түсті емес фондарды өшіру қиын болады. Сол үшін мануал дегенді пайдалана арқылы осылай өшіріп қолдан жасауымызға болады. Егерде өзіңізге керек жері өшіп қалатын болса, астыңғы жақтан стрелканы артқа бассаңыздар, қайтадан орнына келтіріп береді. Одан кейін дайын болған суретіңізді down деп, save деп сақтап аласыздар.